Бисмилла қыздарым, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен балдай нәзік балды торттың рецептісімен бөліспекшімін. Осы рецептпен өзім талай заказ қабылдағанмын, бірақ бірде-бір рет клиенттерімнен жалбы келмеген. Сіздерге де осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Егер таразыларыңыз болса, көздеріңізді жұмып жіберіп осындай жұмсақ медовый торт пісіріп алуларыңызға болады. Алдымен ыдысымызға осындай балымыз салып аламыз. Мен үнемі осы балды қолданамын. Үстінен бір пачка майымызды саламыз. Қалауларыңызға қарай пампушка, басқа да майлар жарайды. 180 грамм май саламыз. Майымыз осылай толық еріген кезде үстінен бір шай қасық ас содасын саламыз. Ас содасын салған кезде осылай көпіреді, мұқият болыңыздар. Қатты көпірген кезде отты өшіріп, осылай тоқтамай араластырып отырып көпірін кетіріп аламыз. Міне біздің балды қоспамыз дайын. Осылай көпіргі толық кетуі қажет. Ал енді жұмыртқаға қант салып массасынан 2-3 есе ұлғайғанша тоқтамай миксерлейміз. Осылай аппақ болып жұмыртқамыз ұлғаюы қажет массасынан 2-3 есе. Ал енді үстінен суып тұрған балды қоспамызды қосамыз. Балды қоспаны қосқаннан соң тағы да бір миксерлеп жібереміз. Екеуі толық араласуы қажет. Үстінен еленген ұнымызды салып, миксермен шамалы араластырып аламыз, ұн шашырап кетпеу үшін. Ал енді миксерлеп бір келкі болғанға дейін толық миксерлеп шығамыз. Осындай қаймақ сияқты әп-әдемі теста дайын болады, достар. Бұл тестаны жаюдың мүлдем қажеті жоқ, жаймай-ақ оңай-ақ 2,5-3 қасықтан осылай пергамент қағазына салып, диаметрін 24 см етіп, жұқалап жайып пісіріп алуларыңызға болады. Алдын ала қыздырылған пеште пісіріп аламыз. Бір келкетіп жаюға тырысыңыз. Сол кезде корждарыңыз тіпті әдемі шығады. Міне дайын. Дәл осы тестадан 7-8 корж шығады. Негізі менде корж 8 штук шығып жүрген. Осындай жұмсақ әрі әп-әдемі болады. Бұл корждарға кез келген кремді қолдансаңыздар болады, бірақ мен осы жолы заварной крем жасадым. Негізі медовый торттың сәнін келтіріп тұратын заварной крем деп ойлаймын. Ол үшін қантпен ұнды араластырып аламыз. Үстінен жұмыртқамызды салып, онымен толық араласқанша жақсылап араластырамыз. 3 жұмыртқа саламыз. Кейбір адамдар тек жұмыртқаның сарыуызын ғана салады, бірақ мен ақуызды да бірге салып жіберуді жөн көремін. Себебі ақуыздың өзі қалып қоюы мүмкін деп ойлаймын. Артық шығын шықпас үшін осылай бір келкет барлығын араластырып алып, үстімізді аз-аздан саламыз. Осылай мен 3-ке бөліп қосып салып алдым. Сүті құйып болғаннан соң отқа қойып, газге баяу емес орташалау отта тоқтамай араластыру арқылы пісіріп аламыз. Міндетті түрде отыңыз орташа болсын, қатты болса түбі алып қалуы да мүмкін. Негізі орташа от болса да тоқтамай араластырып отырыңыз, себебі заварной кремнің түбі тез алынады да күйіп кетуі мүмкін. Сосын күйген соң түкке жарамай қалады, сондықтан тоқтамай араластырып отырыңыз. Жақсылап араластырып отырып, осылай крем қоюланған кезде үстінен 120-100 граммдай майыңызды, сармайыңызды салып жіберуіңіз мүмкін. Сонда крем дайын болады. Бүгін мен басқашалау етіп жасауды жөн көрдім. Заварной кремді бөлек ыдысқа салып алдым, ал жұмсақ бөлме температурасындағы сармайды бөлек ыдыста бір миксерлеп алдым. Және үстінен жаңағы пісіріп алған қоюланған заварной кремімізді аз-аздан салып отырып миксерледім. Егер менің заварной крем жасауға уақытым жоқ дейтін болсаңыздар, достар, немесе күйіп кетеді деп қорқып жатсаңыздар, жай ғана кремге қаймақ және сгущенка бар ғой, яғни молоконы араластырып қолдануларыңызға болады. Онымен де тіпті дәмі керемет шығады негізі. Сіздерге ең оңай жолы сол кремді қолдануға кеңес беретін едім.
Қаймақты да молоконы да көз мөлшерімен салып қолдана берулеріңізге болады, өздеріңізге ұнаған дәмге қарай. Ал енді жинаймыз. Крем-корж етіп жинап шығамыз. Бірінші коржды ғана осылай бетіне қаратып қоямыз, қалғандарының бәрін осылай теріс бетімен бір тегіс болып шығу үшін осылай қойып шығамыз. Шамамен 3 немесе 2 ас қасықтан өздеріңіздің қалауларыңызға қарай кремді салып шығасыздар. Оформлениесі де достар өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша қалағанша оформление жасасаңыздар болады. Мен бір коржды осылай үгітіп алып, жан-жағына сеуіп оформление жасап шықтым. Егер видео ұнаса жанарды қоюды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жанар, назарларыңызға рахмет.